мындайға міне. Мындай жасап қойдым. Мынау бір қабырғасы, мынау арты да, міне, осындай болады ағайындар. Мындай қалыңдыққа ғашық қой мұны. Егер баспалдағы бар туалет керек болса, просто айтуға болады да, бірақ мына 2,20 етпеймін. 2,40 етем онда, 2,40. Сол үшін соғады мағайында. Заранее айтасыңдар, маған керек болатын болса, баспалдағы бар туалет болады ғой мұны. Бүйтіп келгенде, баспалдағы бар туалет бар ғой бүйтіп. Бүйтіп баспалдақ бар, бүйтіп баспалдаққа шығады. Сондай туалет керек болса, заранее айтасыз, бірақ ол қиындау болады. Ертерек айтқан жақсы болады да. Бір туалет, хабарласыңыздар. Мына өзгертем. Мұндай тұрба керек еді, сатып алдым ғанада. Майысып қалды. Бәрін өзгертем, мына жерден бір 2 столбы қағам тағы. Үлкен болады, алашаға қатын деген сияқты. Айтайын дегенім, енді ағаш кеспеймін ағаштарды. Мынау ғой, салат. Хабарласыңыздар. Болды. Стол бар. Дөмалақ столдар. Мынау біреу, екі. Анада айттым ғой. Крем деп кірген жоқпын ғой. Мынау бар міне. Дөмалақ стол ма деп кеше бір жазып жүрді. Дөмалақ стол, біреуін саттым анада. Енді ол адам, қалған адам естідің, қайта әкеліп та, ана туалетті алып, екінші нені алып кетті. Ұнамайды дейді. Ұнамаса сразу қара болып қой. Мен оған айттым, арзанға бердім. Қараңызшы, 15 мыңға бердім. 20 мың тұрады анау деген. Хабарласыңыздар. Мынау жиналмалы. Амантта, еліміз аман жасыңыздар болсын. Бәлек, мен көрсеттім ғой. Бәлек көрсеттім ғой. Болды, ассалаумағалейкум, бір тұтас қазақ елім. Ағайындар, көмектесіңіздер. Мұндай таныс тамыр болса, мұндай тұрба керек. Ақша болмай тұр ғой. Жетпейді ғой ақша. Просто артық жатқан деген сияқты. Сосын не? Маған келмеңіздер, маған кешке келіңіздер, кешке. Айтайын дегенім міне, жаңа осы түсіріп жатыр. Мынау жерде ит жатыр, өліп. Ит. Тазаладым міне. Оны мен мамаға айттым, шарп. Мама шарп қойыпты мынау жерге. Көрсетейін дегенім, ұмытып кеттім. Мына жерде. Енді жоқ ол. Мен шықсам, әбетте жоқ. Анасында. Ал, қайда? Жаңа дос жігітім келіп бір ол айтады. Мен оған да бердім дейді. Тамақ бердім дейді. Түрі ұйықтап жатқан бар дейді. Ал енді анадағы балдарды записін жазып алдым ғой былай. Жоқ, кішкентай жабас балдар ғой. Бүлдіршін, ана лицейде оқитын балдар емес, колледжде оқитын. Басқа бала. Маған кәдімгідей атылып тұр ғой. Мен саған көрсетем, көрсетпегенді көрсетем деп тұр ғой. Ойлап қараңызшы, жасым 40-қа келгенде енді. Сондай сөз естісем. Сіздер жақсы ма сондай сөз естісеңіздер дегенім ғой. Жалпы, қолыма арыз жазып, жалпы. Арыз жазып көрмегенмін ғой. Достар, соны жаңа айтайын дегенім. Мынаны сатып жіберем, ағайындар, бұндай алатындар ешкім хабарласқан жоқ. 17 мың хабарласыңыздар. Пайдаланғым келіп тұрған жоқ вообще. Ана тапсыр деді, оған бара алмай тұрмын ғой. Жақсы болды, амантта болайық.